Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Өте қуантатын жағдай, бізде оянып, кәдімгідей оянудың екенін түсініп, адамдар бір комадан оянғандай оянып жатыр, бытырлап. Шетінен ұйықтап қалған адамдарымыз. Комада жатады ғой, ұзақ жыл бойы. Сөйтіп, көп адамдар жазып жатады, Алтынгүл ханым, өмір деген мен қазір жүрегім тыныш сияқты, сізге келгелі, сізден өте осы қарапайым тілде осындай нәрсені түсінеміз деп ойлаған жоқ едік. Қандай керемет, көп нәрсені түсініп қалдық, біз жүрген екеміз ғой, осы уақытқа дейін. Бала шаға, тұрмыс тіршілік, таң аттырып, кеш баттырып, не болып кетті деп. Сөйтсек, мынандай нелерді біз білмеген екенбіз. Енді уақыты енді келген сияқты түсініп, сізден енді қарапайым тілде көп нәрсені біліп жатырмыз, түсініп жатырмыз деп, көп адамдар күніне алғысын жаудырып, жақсы тілектерін айтып, сөйтіп жатыр. Мен оған мәзбін, оған өзім қуанып жүрмін. Былайша айтқанда қазір адамдардың көпшілігі сол сансара шеңберінен бұзып шығып жатыр. Бізге келген адамдарда өзгеріс өте көп. Себебі адамдар осы уақытқа дейін құлдық санада өмір сүріп келдік, бәріміз шын мәнінде. Енді сол құлдық санадан кәдімгідей ұжымақ санаға өтіп жатыр. Адамдар енді өзіне мен кіммін, не үшін өмірге келдім, неге барлық мына өмір бітпейтін сансара, бітпейтін көріп қой, шеңбер айлана береді. Өмір, сен де мына жерде бір жазба бар екен, оқып берейін. Сансара шеңбері дейді. Мысалы, біз өмір деп жүрген жол қайта туу мен өлімнің мыңдаған рет қайталануы. Туылу, байлану, жоғалту, өлу, қайта келу, бұл айналым ғасырлар бойы тоқтамады. Бірақ енді қазір мүлдем басқаша. Өйткен адам ұйқыда болды. Ал қазір басқа уақыт, жаңа дәуір, уақыттың емес, сананың ауысуы. Уақыттың емес, сананың ауысуы. Осы дәуірде енді самсара міндет емес, қайта туу автоматты тағдыр емес. Өлім басталмайтын шеңбердің кілт емес. Себебі адам сұрақ қоя бастады. Соқыр қайталаудан шаршады. Жарасын көруден қашпайтын болды. Жаңа дәуірде сансара күшін жоғалтады. Өйткені адам кармасын саналы түрде тазарталады. Мына жерде тыңдаңыздар, Адам кармасын саналы түрде тазарталады. Енді адамдар қазір оянып өзінің кармасымен жұмыс жасап жатыр. Өзінің қалай карма деген не үшін болып жатыр? Оның барлығын саналы түрде қазір тазарту адамдарға оңай болды, Адамдар түсінгенде барлық нәрсе оңай шешіледі. Барлығы өзінің ішінде екенін түсініп жатыр. Байланып қалуды түсініп босата алады. Неге байланып жүр? Ақшаға, дүниеге, балаға, ата-анаға, материалдық әлем, мынаған байланып жүрген адам күйеуге, оның барлығын саналы түрде босата алады. Сол үшін да мына 2026-да ажырасатын адамда көп деп жатқан сол. Және де осы көбі күйеуіне байланып қалу, әйеліне байланып қалу, балаға байлану деген сияқты нәрселер. Бірақ оның бәрі жоғалту емес. Олай түсінуге болмайды. Керісінше ол өзінің негізіне оралу. Өлімді жаза емес, өту деп қабылдай алады. Байланып қалуды түсініп босата алады, және өлімді жаза емес, өту деп қабылдай алады. Енді адамдардың бәрі қабылдап жатыр, қазір өлім деген жоқ екенін түсінді. Бірнеден бірнеге өту, біз өлмейтінімізді түсіндік. Біздің түсіндік та, мысалы, қанша рет келіп кеттік осы уақытқа дейін. Енді өлсең осы уақытқа дейін жоқ болып кететін, осы уақытқа дейін келіп жатсың ғой. Қайта есіңді өткен өмірлерін тіпті есіне түсіріп жатқан адамдар әзір өте көп. Жан еске түсіреді, барлығын еске түсіріп жатсың. Қанша рет өмір сүрдің, қайда өмір сүрдің, кім болдың, бәрі. Енді қазіргі кез оның барлығын еске түсіріп, адамдар түсіне бастайды. Сол үшін ол өлім қорқынышты емес, жаза емес.
өту деп қабылдай алады. Енді жан қайта туу үшін емес, ояну үшін келеді. Сансара тоқтайтын сәт. Енді жан қайта туылу үшін емес, ояну үшін келеді дейді. Жан сансара тоқтайтын сәт, адам өзін құрбан емес, таңдаушы деп танығанда. Адам өзін құрбан емес, таңдаушы деп танығанда. Сансара тоқтайды. Бұл әлемнің соңы емес, бұл сананың бастауы. Жаңа дәуір шеңбері бұзылады. Ал бұзылған шеңбердің орнында еркіндік қалады. Жаңа дәуірде шеңбер бұзылады. Түсіндіңіздер ғой? Ал бұзылған шеңбердің орнында еркіндік қалады. Бұзылған шеңберден адам тышқан сияқты етіп, шеңбердің ішінде жүрдік қой осы уақытқа дейін. 8000 жыл құлдық санадан босап, қазір автопилотта өмір сүрген адамдар енді қазір ұжымақ санаға. Сол шеңберді бұзу арқылы сіз ұжымақ санаға өтесіз. Міне, керемет. Сол үшін сансарадан шығу техникасын шексіз молшылық деген сабағымда беріп жатырмын. Оны алған адамдарға 8888 теңге, менде өте арзан бағасы. Және сол самсарадан шығу, рухани, мынау матрицадан, ескі матрицаның жүйесінен жаңа матрицаға ауысу күйі, бүкіл рухани ояну, кармалардың бәрі, қалған құтқан кармалар болса бәрін аяқтау техникаларымен қосып берем. Және өте осы 8888 теңгені алған адамдарға және 100 қанша медитация техникалар қосылады бонусқа. Сол үшін осы нөмер Алтынгүл деп шығады. 8747-671-1291 нөмеріне хабарласып, осы 31-не дейін ғана болады бұл, одан кейін берілмейді. Ғалам емханасы деген бар. Осы жерден ем алып, су техникасы бар. Соны тазалану арқылы, және ғалам емханасына барып ем алу арқылы бәрін өзіңізді жөндеп, тазалап алып, сонан кейін барып кармаларыңыз түзетін үзіп, жаңа дәуір деген техникамнан бәрін оны алып, оны түсініп, одан кейін барып шексіз молшылықтан армандар картаңыз жасап, 2026-да ең керемет бүкіл тағдыр хатыңызды жазып, қалауларыңызды жазып, қалай жазып, өз рухыңызбен бірігіп, керемет өміріңізді жаңа бастаймын десеңіз, бүкіл техникаларды менен 8888 теңгеге ала аласыз. 8888 теңгеге мен сіздерге ғалам емханасын қосып берем. Бұл шексіз молшылық қой. Жаңа дәуірді қосып берем. Міне. Олардың барлығы әр сабақтың ішінде 50 қанша медитация техникадан, жалпы 100 қанша медитация техника, 150-ден артық. Міне. Сіз өміріңізді бәрін бастап осы арқылы сіз өзіңіздің ата тегіңізбен байланысыңызды нығайтып, ДНК-ңызбен сөйлесіп, өзіңіздің бойыңыздағы ата тегіңіздің, атаңыздың, ата бабаңыздың 12 спиралды болған ДНК-сын оятуға өзіңізге өзіңіз көмектесе алатын, ғалам емханасына барып ем алатын, әртүрлі неморологтардың берген техникасы, пелиадиандықтардың берген техникалар, бүкіл бәрін небәрі 8888 теңгеге ала аласыз. Сәттілік бүгіннен басталды. Енді мен бұндай мүмкіндік кішкене шанс аз болады, өйткені мен бағасының бәрін көтерем. Өйткені өте көп адамның оянуына себепші болып, қаншама адамдар осы техникалардан өзін тауып, өзінің жолын тауып кетіп жатқан адамдар өте көп, және өте көп адамдардың қасиеті ашылып жатыр. Мен ашқан жоқпын, бірақ осы техникалар жасау арқылы адамдар өзін көріп, біліп, танып, сезіп, бәрі өте көп нәтижелер, өте көп. Мен бір реклама салған жоқпын. Чатқа қосылу тегін. Чатқа қосылбасаңыздар, барлық нелерді көресіздер. Осы нөмерге WhatsApp-қа жазасыз, звондамайсыздар.